Сәлеметсіңдер ме балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 8-9 сандарына көбейту және бөлу кестесі. Сабағымыздың мақсаты 8-9 сандарына көбейту және бөлу кестесін құруды және қолдануды үйрену. Балалар, бүгінгі сабақта біз 8 және 9 сандарына көбейту кестесін қарастырамыз. Байқасақ, 8-дің көбейту кестесінде қана 2 өрнек қана. Мысалы, 8 бен 8-дің көбейтіндісі 64-ке тең, және 8 бен 9-ның көбейтіндісі 72-ке тең. Және 9-да біреу ғана 9 бен 9-ның көбейтіндісі 81. Неге оған дейінгі сандар жоқ? Өйткені біз оның алдыңғы сабақтарда біз мына алдыңғы сандардың көбейту кестесінен білеміз. 2-ның көбейту кестесінен, мысалы 2-ның көбейту кестесінен 2 мен 8-дің 8 бен 2-ның көбейтіндісін білеміз, 16 мысалы. Біз 3-тікінен білеміз, 3 пен 8-дің көбейтіндісі 24, 4 пен 8-дің көбейтіндісі 32, 5 пен 8-дің көбейтіндісі 40, 6 мен 8-дің көбейтіндісі 48, 7 мен 8-дің көбейтіндісі 56 екенін білеміз. Және 9-ның көбейту кестесін, яғни толық біз мына басқа сандардың көбейту кестесінен білеміз. Мысалы 1 мен 9-ның көбейтіндісі 9, 2 мен 9-дікі 18, 3 жерде 9 27, 4 жерде 9 36, 5 жерде 9 45, 6 жерде 9 54, және 7 жерде 9 63 екенін білеміз. Және бүгінгі 8-дің көбейту кестесінен 8 бен 9-ның көбейтіндісі 72, ал 9 бен 9-ның көбейтіндісі 81 екенін білеміз. Нөмірі 4-ші мысал, кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығар. Бір қораптың массасы, яғни мына бойынша жалпы массасы, бір қораптың массасы және саны, жалпы массасын табу үшін бір қораптың массасы мен санын көбейтеміз. Мысалы, массасын табу үшін жалпы массасы мен санын бөлеміз. Санын табу үшін жалпы массасын бір қораптың массасына бөлеміз. Енді бізде бір қораптың массасы 4 килограмм. Осындай қанша қорап бар бізде? 8 дана. Енді бізге осы қораптардың жалпы массасын табу керек. Яғни массасы бізде 4 килограммнан неше қорап бар? 8 дана қорап бар. Енді олардың жалпы массасын табу үшін қалай табамыз дедік? Массасы мен санын көбейтеміз. Яғни 4-ке 8-ді көбейтеміз. Сонда 32 килограмм. Сонда жауабы. Енді бұл жерде кері есеп құрастырып жатырмыз. Яғни бізге массасы, бір қораптың массасы белгісіз, саны белгілі 8 дана екені, жалпы массасы белгілі 32 килограмм екені. Енді бір қораптың массасын қалай табамыз дедік? 32-ні 8-ге бөлеміз дедік. Сонда бір қораптың массасы 4 килограмм. Жауабына жазамыз килограмм. Мына үшіншісін өздерің шығарып көріңдер. Нөмірі 5-ші есепті шығар. 8 тобатайға 64 литр су құйылды. 32 литр сүтті құю үшін осындай қанша тобатай қажет? Тобатай ол сүт құюға арналған кішкентай шелек тәрізді ыдыс. Яғни бір тобатайдың сыйымдылығы, яғни бізде бірдей болып бірге. 8 тобатайға бізде мұнда 8 дана бар. 8 дана тобатайға қанша? 64 литр сүт құйылды. Егер олардың бір тобатайдың сыйымдылығы бірдей болатын болса, онда 32 литр сүт қанша тобатайға құйылады? Соны табайық. Ең бірінші біз бір тобатайдың сыйымдылығын табуымыз керек. Ол үшін 64-ті 8-ге бөлеміз. Тең болады 8. Сонда бір тобатайдың сыйымдылығы 8 литр екен. Қанша тобатай қажет екенін табайық. Оны табу үшін 32-ні мына 8, яғни бір тобатайдың сыйымдылығына 8 литрге бөлеміз. Сонда 4. Демек, бізге 4 дана тобатай қажет екен. Есеп бойынша өрнек құр. Үй иесі қойларын қырқып, жүнін базарға апарып сатты. Ол бір қойдан 7 килограмм жүн қырықты. Егер базарға 56 килограмм жүн апарған болса, онда ол неше қой қырыққан? Яғни А есебі. Есеп не туралы? Үй иесі қойларын қырқып, базарға жүн сатқан туралы.
Есептен не белгілі? Ол бір қойдан 7 килограмм жүн қырыққаны және барлығы 56 килограмм жүн апарғаны белгілі. Енді есептен не табу керек? Ол неше қой табу керек. Оны табу үшін не істейміз? Егерде бір қойдан 7 килограмм алса, ол барлығы 56 килограмм апарған болса, онда 56-ны 7-ге бөлеміз, е? Сонда қанша болады? 8. Сонда 8 қой апарған екен. Егер ол бір қойдан 6 килограмм жүн қырықса, онда 8 қойдан қанша жүн алады? Егерде бір қойдан 6 килограмм болса, онда дәл сондай 8 қойдан, яғни оны табу үшін 6-ны 8-ге көбейтеміз деген сөз. Сонда 8 қойдан 48 килограмм жүн алады екен. Есепте нөмірі 7-ші мысал. Есепте 65 мың қосылған 85 мың алынған 48 мың. Бірінші жақшаны үшін орындаймыз, содан кейін сыртындағы азайтуды. Енді мынандай толық мыңдықтарды азайту үшін біз тек қана мына алдындағы сандарды ғана қарастырамыз. Яғни 65-ке қосамыз, 85-ті қосып аламыз. Сонда қанша болады? 150, 150. Содан кейін мына 3 нөлді тіркейміз. Сонда 150 мың, алынған 48 мың болады. Енді жаңағыдей мына 3 нөлді былай қойып қоямыз да, 150-ден 48-ді алып аламыз. Сонда қанша болады? 150-ден 48-ді алсақ 102 болады, Сонда бұл жерде қанша шықты? 102 мың. Келесі, бұл жерде дәл солай. 609 мыңнан 452 мыңды. 609-дан 452-ні азайтайық. 9-дан 2-ні азайтамыз. 7. 0-ден 5-ті алмаймыз, 6-дан біреу сұраймыз. Сонда мында 10 болды. 10-дан 5-ті азайтамыз. 5. Мында біреу сұрағандықтан 5 қалды. 5-тен 4-ті азайтамыз. 1. Сонда 157 мың болды, Енді осы 500 мыңнан 157 мыңды азайтамыз. Яғни нөлдерін жазып керек емес, тек қана 500-ден 157-ні азайтамыз. 0-ден ала алмаймын, 0-ден сұрай алмаймын, сондықтан 5-тен сұраймыз, Бұл жерде 10 болады, бұл жерде 9. 10-нан 7-ні азайтамын 3, 9-дан 5-ті азайтамын 4, 4-тен 1-ді азайтамын 3. Сонда өрнегіміздің мәні қанша? 343 мың. Есінде 900 мың, міне 900 мыңнан 465 мыңды азайтамыз, оған 175 мыңды қосамыз. Яғни тек қана алдындағы сандарды өйткені бұл бізде толық ондықтар. Мына нөлдерді жай ғана тіркеп жазсақ болады. Сонда 900-ден бірінші 465-ті алып алайық. 0-ден сұрай алмаймын, сондықтан 9-дан сұраймыз, мұнда 9, мұнда 10. 10-нан 5-ті азайтамын 5, 9-дан 6-ны азайтамын 3, 8-ден 4-ті азайтамын 4. Енді оған 175-ті қосамыз. 5-ке 5-ті қосам 10, бір ойда. 3-ке 7-ні қосам 10, ойымдағы мен 11, бірім ойда. 4-ке 1-ді қосам 5, ойымдағы мен 6. Сонда қанша шығады? 610 мың. Келесін қарастырайық. Міне 360 мыңнан 185-ті, яғни 360-тан 185-ті азайтайық. 0-ден 5-ті алмаймын, 6-тан сұраймын, мұнда 10 болады. 10-нан 5-ті азайтам 5. Мұнда енді 5 қалып, 5-тен 8-ті алмаймын, сондықтан біреу сұраймын. Енді 15 болды, 15-тен 8-ті азайтамын. Қанша болады? 7. Мұнда 2 қалды, 2-ден 1-ді азайтамын. 1. 175. Енді 850-ден, 850 мың ғой. 850-ден 175-ті азайтамыз. 5-тен сұраймыз, мұнда 10 болды. 10-нан 5-ті азайтам 5. Мұнда 4 қалды. 4-тен 7-ні алмаймыз, сондықтан 8-ден біреу сұраймыз. 14-тен 7-ні азайтсақ 7. Мұнда 7 қалды. 7-тен 1-ді азайтсақ 6. Сонда 675 мың шықты. Егер оқушы өрнектердің мәнін амалдар бойынша есептеген болса, онда ол қандай өрнектің мәнін тапқанын анықта. Бірінші асын қарастырайық. Асында ол бірінші
азайтуды сосын бөлуді орындады. Егерде бізде бұл өрнекте жақша болмаған жағдайда бізде бірінші бөлу орындалар еді. Демек біздің айырмамыз жақшаның ішінде деген сөз. Осы айырмадан шыққан мәнді қаншаға бөліп тұр? 3-ке бөліп тұр. Сонда бізде осындай өрнек екен. Әсін қарастырайық. Әсінде бірінші көбейту, сосын тағы да көбейту, сосын көбейтіндердің мәні қосылды. Мұнда ешқандай жақша жоқ. Яғни 5 пен 4-тің көбейтіндісіне қосамыз, 7 мен 5-тің көбейтіндісін деген өрнек бұл жерде. Үшіншісінде бізде бірінші азайту орындалып тұр, содан кейін көбейту, содан кейін мына бірінші азайтудан шыққан мәннен мына көбейтудің мәнін азайтып тұр. Демек, бірінші бізде мына өрнек жақшаның ішінде деген сөз. Амал, яғни одан не істейміз? Осыдан шыққан мәннен нені азайтамыз? 7 мен 2-нің көбейтіндісінен шыққан мәнді. Сонда бізде осындай өрнек шықты.